Баршаңызға қайырлы күн достар, сіздермен бірге Фатима, каналыма қош келдіңіздер. Балалардың сүйіп жейтін ММДМС тәттісінен печенье жасайық. Бұл печенье Америкада өте қатты танымал. Американдық балалар осы печеньені қатты жақсы көреді. Сіздермен бірге ММДМС қосылған ерекше печеньені бүгін жасап көрейік. Бұл печеньені жасау өте оңай, әрі дәмді болып шығады. Ал ендеше жасауды бастайық. Ең алдымен бізге керегі 180 грамм жұмсақ сары май. Сары майға 200 грамм шекерімізді қосып, жақсылап тұрып миксерлаймыз. Бұл жерде миксердің бірінші скоростында миксерді тоқтатпай 2-3 минуттай миксерлайтын боламыз. Сары майымыз ағарғанша миксерді тоқтатпай араластырып болған соң, келесі кезекте бір жұмыртқамызды қосамыз да тағы да 1 минуттай араластырамыз. Жұмыртқамызды қосып, миксердің көмегімен жақсылап тұрып араластырып болған соң, біздің массамыз осындай бір келкі болуы қажет. Енді ұнның кезегі. Ұнды міндетті түрде електен өткіземіз, және де мен бұл жерде ұнды 2-3 бөлікке бөліп барып қосамын. Бір бөлігін електен өткізіп болған соң, жарты шай қасық қопсытқыш қосып, лопатканың көмегімен араластырамыз. Достар, осы ММДМС қосылған печеньенің толық құрамын видеоның астындағы описаниядан таба аласыздар. Мына шетте ұнның екінші жартысында електен өткізіп қосамыз. Мен осы печеньеге барлығы 350 грамм ұн қостым. Сіздер өздеріңіздің қамырларыңызға қарап ұнды қосыңыздар. Егер 350 грамм ұн қосып, қамырларыңыз әлі қолдарыңызға жабысып жатқан жағдайда, онда тағы да 50 граммдай қосып көріңіздер. Мінекей, ұнымызды қосып, осылай лопатканың көмегімен араластырамыз. Ұнымыз осылай қамыр болып бастаған кезде ары қарай қолдың көмегімен жақсылап тұрып араластырамыз. Бізде бұл жерде қолға жабыспайтын жұмсақ қамыр шығу қажет. Сіздерде осындай жұмсақ қамыр шығу керек. Осы жұмсақ қамырымызды салафанға салып, шамамен 5-10 минутқа тоңазытқышқа қойып қоямыз. 5-10 минут өткен соң, қамырымызды тоңазытқыштан шығарып, енді қамырымызды майда бөліктерге бөлеміз. Қамырымызды майда бөліктерге бөлу үшін қасық қажет болады. Осындай үлкен қасықпен қамырымызды аламыз, толтырып, алып болған соң, мына видеодағыдай бірінші қамырымызды құрт сияқты домалатып аламыз. Домаланған қамырды екі қолымыздың көмегімен кішкене ғана басамыз. Бізде осындай кішкене домалақ қамыр болады. Осыны пергамент қағазы төселген ыдысымызға қоямыз. Келесі кезекте печеньеміз сәндеу үшін ММДМС қажет болады. Осындай қара пакеттегі ММДМСті қолданыңыздар. Осы қара пакеттегі ММДМСтер майда болады. Осы печеньеге мен барлығы 100 граммдай ММДМСті қолдандым. Енді осы қамырымыздың бетіне осылай мына видеодағыдай ММДМСті қойып шығамыз. Мен әр печеньеге 3 штуктан қойып шықтым. Бұл жерде сіздердің өздеріңіздің қалауыңызда қанша штук ММДМС қойғыларыңыз келеді, сонша қойыңыздар. Және де осы ММДМСтің орнына басқаша шоколад, жаңғақтар қойсаңыздар болады. Ол өз қалауларыңызда. Достар, осы менің YouTube каналымнан басқа да тәттілердің, тағамдардың рецептісін таба аласыздар. Осы видеоны көріп болған соң, описанияға кіріп, описанияда басқа видеолардың ссылкасы тұрады. Сол ссылкасын басатын болсаңыздар, менің пахлава пісірген, немесе пончик пісірген видеоларыма өте аласыздар. Мінекей қараңыздар, осылай ММДМСпен барлық печеньемізді сәндеп болған соң, қызып тұрған пеште 180 градуста 15 пен 20-25 минут аралығында пісіреміз. Бұл жерде сіздер печеньелеріңіздің піскенін астына қарап білесіздер. Егер печеньеңіздің асты
қып-қызыл болып тұратын болса, бірақ үсті аппақ болса, онда печеньеңіз пісті деген сөз. Егер сіз печеньеңіздің астында, үстінде қып-қызыл болып пісіретін болсаңыздар, печеньелеріңіз қатты болып қалады. Сол үшін де 10-15 минутқа таймер қойыңыздар. 15 минут өткен соң печеньелеріңізді алып қараңыздар. Мына видеодағыдай печеньеңіздің асты қызыл болып, ал үсті аппақ болып тұрса, онда пісті деген сөз. Сіздердің печеньелеріңіз өте дәмді, жұмсақ болып шығады. Печеньенің сырты қытырлақ, ортасы жұмсақ болады. Өте дәмді болып шықты. Сіздерде осы печеньені жасап көріңіздер. Сіздермен болған Фатима. Каналыма тіркеліп, лайк басып, комментария жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеода кездескенше.